Баршаңызға сәлем. Өте дамды кешкі ас түрін дайындаймыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен табамызға сұйық майды құйып, сұйық майды қыздырып аламыз. Үстіне ұзынша етіп туралған кез келген етті салып, қатты отта қуырып аламыз. Үстіне пияз және бір ас қасық томат пастасын салып, 2-3 минуттай қуырып, бетін жабамыз. Кейін бір ас қасық соя тұздығын қосып, қажет болса кішкене су құямыз, бетін жауып, етті толықтай пісіреміз. Одан кейін 4-5 етіп туралған картоп, морковтарды қосамыз. Және редька қостым, фасоль болса қоссаңыздар болады, бірақ ол міндетті емес. Дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш қосамыз. Және қайнап тұрған судан көкөністердің бетін жауып тұратындай етіп құямыз. Көкөністеріміз толықтай піскеннен кейін астын өшіріп сарымсақпен орегано қостым және бетін жабамыз. Кешкі ас дайын. Кез келген гарнир түрін ұсынсаңыздар болады. Каналға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және арнама тіркеліп қойыңыздар.